Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары? Бүгін бізде информатика сабағынан артқы фон мен ойын кейіпкерлері. Бұның барлығы бізде Python бағдарламалау тілі Pygame кітапханасы арқылы жасалуы керек. Оны сендер алдыңғы аптада Pygame кітапханасымен таныстыңдар. Сол кітапханадағы модульдермен жұмыс істеуді бастадық. Оның ішінде біз ең алдымен Pygame терезесін шығаруды үйрендік. Міне бірінші коды импорт Pygame, яғни Pygame'ді біз импорттап аламыз, инициализация жасап аламыз. Сосын screen, яғни screen дегеніміз бұл бізде экран, screen жасау арқылы экранымызда, яғни display set mode 640-480 деген өлшемдерді беру арқылы біз тереземізді іске қосамыз. Одан кейін Pygame draw командаларын өттік. Pygame draw circle бар, сосын rect бар, line бар. Line деген сызық, rect деген rectangle'дан қысқартылған, яғни тіктөртбұрыш. Бұлардың барлығы әрқайсысы функциялар деп аталады. Pygame draw line функциясы, Pygame draw circle функциясы, Pygame draw rect функциясы. Ал параметрлер жақшаның ішінде жазылады. Сондай-ақ әрқайсы фигураның өзінің параметрлері әртүрлі болады. Мысалы, шеңбер салатын болсақ, оның радиусы болу керек. Солардың барлығын белгілейтін параметрлер бар. Одан кейін, мысалы, түзуді алатын болсақ, түзу салған кезде оның басталатын нүктесінің координатасы болады. Және түзу сызықтың аяқталатын нүктесінің координатасы болады. Координата дегенді білесіңдер ғой, декарттық координатада жұмыс жасауды білесіңдер. Сол координатада, мысалы, x пен y-дің қиылысқан жері, ол басталатын нүктесі. Ал x2, y2 нүктесі қиылысуында аяқталатын жатады. Түсінікті деп ойлаймын. Осыларға ары жалғастыра біз бүгін артқы фон мен ойынның кейіпкерін кірістіретіндей мынадай суреттер кірістіру, яғни суреттер кірістіру арқылы үйренетін боламыз. Мына жердегі кітаптарында сендерде бар, бұлардың барлығы алдымен теориялық түрде мына жерде ойынның артықшылығы туралы, мүмкіндігі туралы жазылған. Одан кейін бірінші суретте fill RGB деп арқылы фонды біз бір түске ғана боядық. RGB-да жасыл түстің түсін берген RGB-ның ішінде. Сол арқылы біз фонымызды жасадық. Screen fill, яғни fill деген бізде толтыру, толтырып тұр screenді, яғни тереземізді. Одан ары қарай біздің бүгінгі суретті жүктеуіміз, міне, мұнда функциялар берілген. Pygame image load, яғни бұл қажетті файлдың ішінен суретті жүктейді. Load дегеннің өзі ашу, download жүктеу деген. Сол сияқты мұны сөзінен ақ түсінсеңдер болады. Одан кейін мына жерде жазған негізінен көптеген Pygame кітапханалары BMP типінен басқа суреттің типтерін қабылдамай қалуы мүмкін. Сол уақытта біз image.get сызықша extended true деген мәнді қолданып, оны кодымызға енгізу керекпіз. Сонда ғана бізде PNG, JPEG, GIF деген сияқты типтеріміз көрсетілетін болады суреттері. Одан ары қарай, мұнда кодта берілген функциялардың көбісі түсіндірілген. Осы жерден жақсылап функцияларды ұғып алуларың керек сендер, қайсы функция қандай қызмет атқарады. Осылардың барлығын ұғып алу керек. Ал енді мен кодта сендерге іс жүзінде жүзеге асырып көрсетейін. Жазылған кодымыз. Бұл жерде кодпен салыстыратын болсақ, импорт Pygame міндетті түрде жазылады, инициализация жазылады. Screen дедік, міне screen, яғни бұл не? Біз терезені құрып аламыз. Одан кейін жақшаның ішіне не жазылады дедім? Өлшемі жазылады, дұрыс. 800-де 600 деген өлшем. Мен мына жерден кішкене өзгертіп жаздым. Одан кейін logo surf деген, міне. Logo деген бұл өзіміз қалаған атымызды бере аламыз.
мына жерде мысалы жайлау деп тұр, мен оны лого деп алдым. Ал екінші суретті кірістіретін кезде комп деп алдым. Ол өзіңізге түсінікті болу үшін әртүрлі атау беруге болады. Ал бірақ surf, rect дегендер, surfset, color key дегендер, бұлар міндетті түрде осылай жазылатын функциялар. Яғни бұларды біз өзгерте алмаймыз. Біріншісінде міне logo surf, pygame image load. Не істеп тұр? Pygame image load деген суретті жүктеп тұр. Қай суретті? Мына жақшаның ішінде жазылған 88.png деген менде сурет бар. Соны жүктеп конвертация жасап тұр. Конвертация ол пикселін бізге конвертация жасап береді экранымызға. Сол үшін конверт дегенді жазу керекпіз біз. Келесісінде set color key деген, surf set color key бұл түсті. Мына жақшаның ішінде RGB берілген. RGB-дің коды жазылған мына түстің 255 ол түссіз, яғни прозрачный түсті бізге қайтарады бұл код. Яғни бізде суретіміз өзі болғандықтан прозрачный осы кодты, түстің кодын пайдаланған дұрыс. Одан ары қарай logo rect деген бұл бізде төрт бұрыш ректанглдан қысқартылған. Яғни біздің тереземіз төрт бұрыш болғандықтан осы ректті қолданамыз. Және сол ректтің ішіне міне get rect, яғни төрт бұрышты пішін алады деген сөз. Және соның төрт бұрыштың центрінен бастап осы суретті орналастырады. Оның центріміз қайдан анықтаймыз? Міне 800-де 600 центрі. Осының дәл жартысы осы 800-де 600-дің центрі болып табылады. 800-кі 400, 600-кі 300, осыны жазамыз, береміз. Ал bleed деген бұл суретімізді орналастыру, яғни біз surfпен жасап алдық. Мына жерде surf функцияларымен бердік керекті параметрлер мына жақшаның ішінде жазылатын. Одан кейін ректпен де төрт бұрышты ретінде центрден орналасады деп бұл функцияның да параметрлерін бердік. Ол осы екеуін bleed функциясына біз енгіземіз. Осы барлық жазылған параметрлеріміз бірігіп, бір келкі, бір жинақталған бізде фонымызды жасап береді. Екінші суретті қоймастан алдын осы бір суретіміздің өзін шығарып көрейік. Ал ранға жіберейік, компиляцияға. Save. Міне pygame window біздің тереземіз ашылды. Фонға қойылған сурет мына болатын. Мына фонға келіп орналасты. Осыған қалаған өзіміздің басқа да суреттерімізді қоя аламыз. Қане басқа сурет қойып көрейік. Мен интернеттен мына суретті жүктедім өзіме. Осы суретті қазір жаңағы 88-ші мектеп лицейінің логотипінің орнына жазайық. Сурет міндетті түрде жазылып жатқан кодымыздың файлы бар ғой, файлы, яғни bala.py деп мен сақтаған бұны. Сол қай жерде сақталып тұр, қандай папкада, дәл соның жанында тұру керек. Мына жаңа қойған фотомызда осы бір папкада тұр. Мен қазір қоймақшы болған фон деген сурет, бұл да осы папкада тұр. Расширениясы JPG екен. Жазамыз. Дәл сурет атын орнына жаза саламыз. Бірақ JPG деп жазамыз. JPG. Ал енді компиляцияға жіберіп көрейік. Міне фонымызға JPG форматындағы жаңағы фотомыз шықты. Осылай біз фонды жасай алады екенбіз. Тағы да бір суретті кірістіріп көрейік. Осының фон қылып емес, соның ішіне кейіпкер сияқты қылып, мысалы кейіпкердің де фотосын қойып қоюға болады. Ол үшін мен оны суреттің атын өзі комп жазамыз. Surf
деген com rect функциясы. Бұлитті жаздық. Ал енді компиляцияға жіберіп көрейік. Міне, біздің суретіміз орналасты. Көріп тұрғандарындай, комп деген менің суретім осындай болатын. Келіп орналасты. Міне, біз жүзеге асырып көрдік. Фонымыз орындалды, суретті қоя алдық. Енді сендерге тағы бір көрсеткім келетіні, ол алдыңғы сабақта айтқан пойгейм онлайн компилятор десеңдер, онлайн компилятор шығады екен. Ол жерде де дәл осы мендегідей программаны скачать етпей ақ осы жерде орындауға болады. Repl.it деген сайт. Осыны ашайық. Мына кодты біз перевод етіп қазір қойып көрейік. Ашылды. Мына жерден өзіміз жаңағы суреттерді осындай жүктеп қою керек, өйткені біздің компьютеріміздегі суретте ол қайда екенін таба алмай қалуы мүмкін қазір кодқа енгізген кезде. Мына екі суретті енгіздік біз, суретті жүктедік. Енді мына жерге жаңағы компилятор қояйық, мына ранға жіберейік компиляцияға. Процесс жүріп жатыр міне. Қазір бізде пойгейм терезесі ашылды міне. Фонымыз және суретіміз. Дәл мына жерде программада орындағандай нәтижені бере алады екен. Егер де сендерде программа жоқ болса, мынау сайтқа кіріп, мына онлайн компилятор пойгейм деп іздесеңдер шығады. Осы жерде есептеріңді шығарып көруіне болады. Әртүрлі суреттерді қойып. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті деп ойлаймын. Мұнда кітаптағы әр функцияны өздерің жақсылап жаттап, түсініп оқып жүріңдер. Өйткені ТЖБ-нің уақытында осындай сұрақтар болады, жақшаның ішіндегі параметрлер, әр функция қандай қызмет атқарады, нені орындайды, соның барлығын біліп жүрейік. Сау болыңдар.